Қайырлы күн, құрметті оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Кешіріңіздер. Біз 22:00-де тікелей эфирге кіреміз дегенбіз. Бірақ та кешігіп қалдық. Құрметті оқырмандар, яғни кешегі эфир техникалық ақаулықтарға байланысты сақталмай қалды. Себебі, білмеймін, телефон қызып кетсе автомат түрде өшіп қалады екен. Оны бірінші рет көріп тұрмыз. Міне бізге тікелей эфир біз Майра ханыммен бірге жалғастырып кетеміз. Кешегі эфирдің жалғасы болады. Міне қазір Майра ханымды қосам. Яғни бізде кешегі эфирдің жалғасы, сұрақтарыңызды қойып жауап ала алатын боласыздар. Біз саламатсыз ба? Майра ханым, қалыңыз қалай? Кеш жарық, қалай жағдайыңыз? Жақсы. Яғни кешіріңіздер деп тұрмын, 15 минут кеш қосылдық. Құрметті оқырмандар, міне бізде бүгін кешегі тікелей эфирдің жалғасы болады. Яғни біз негізі пайдалы контент айтып жатқан кезде ол өшіп қалды автомат түрде. Оказывается, болады екен, телефонды зарядқа қойып тұрып, бірде ары қарай эфирге шығуға болмайды екен, қызып кетеді екен, ол өшіп қалады екен сөйтіп. Ондай да бар екен. Ал енді ол да пайдалы эфир дейсіз ғой. Ол да пайдалы эфир. Пайдалы ақпарат. Иә, соның негізінде біз бүгін шығып отырмыз негізі. Телефон өшпегенде бүгін шықпас едік. Иә, не нәрсенің де қайыры бар. Иә. Ал енді құрметті оқырмандар, бүгін бізде тікелей эфирде дефектолог, психолог, логопед Майра ханым. Майра ханымды барлықтарыңыз білесіздер. Білмей жатсаңыздар, парақшаны танып аласыздар. Енді жалпы бізде тікелей эфирді өткізудегі мақсатымыз, ата-аналардың көбісі біз офлайн, ертең алла жазса 2 сәуір күні офлайн біздің логотерапия болады ғой. Соның негізінде дайректке көбісі шығып кетті. Не айтасыздар, және де қандай не болады ол жерде. Міне біз соның кешегі Майра апай сіздерге басын айтты, дыбысты қалай қою керек, қарапайым тұрғыдан қалай жасау керек, біз неге қиындатамыз. Кешегінің өзінен, мысалы, логотерапияға келетін болсақ, Тараз, Алматы, мен прям таң қалдым. Прям Астана аз, именно Тараз, Алматы, Шымкент, жан жақтан Қарағанды жазылды. Келе жатқандар өте көп, мен соған өзім қуанып тұрмын негізінде. Яғни бұл керек дүние екен. Ал енді Майра ханым, кеше бізде тікелей эфирде дыбысты қою болды ғой, да? Давайте, бүгін енді таза пайдалы эфир болсын. Кеше психологияны қостық, дыбысты қостық, барлығын, иә. Бүгін мен өзім мозжечковая стимуляция бойынша тақырып көтергім келіп тұр, иә. Көбісіміз дыбыс бойынша, запуск бойынша жүреміз, да. Именно мозжечковая стимуляция, яғни мышықты дамыту бойынша аз жұмыс жасаймыз. Осы бойынша кішкене тоқталып ақпарат бергім келіп кетті. Көп сабақтарда біз осы мышықты дамыту бойынша сабақтарды өте қоймаймыз, иә. Бір айтып кетеміз, не үшін екенін айтамыз, болды, иә. Осыны мен кішкене ашып айтқым келбеді, иә. Опять же, мен барлығын қарапайым түрде ғана түсіндірем, иә. Өзімнің опытымнан және ата-аналармен бірге қарым-қатынастағы мысалдар ретінде түсіндірейін, иә. Бізде мышық деген, білесіздер, иә, бізде енді орталық жүйке жүйесі кәдімгі 2 жақ мидан тұрады, және кішкентай мышықтан тұрады, иә. Ол арт жағымызда тұратын, кәдімгі 2 мидың арт жағында кішкентай мышық деген кішкентай миымыз бар. Бірақ ол ауызбен айтқанда мышық болғанымен, оны шетелде оны король мозга деп кеткен екен. Неге, қалай ойлайсыздар? Неге оны король мозга деп айтты? Давайте, қыздар, осы жерде интенсив болсын, я. Жазып кетейік, осы жерде 32 адам отыр екен. Неге король мозга деп біз мышықты айттық? Комментарий ашық тұр, ата-аналар не үшін деп ойлайсыздар? Күшті тақырып қозғап отыр. Негізі көбісіміз сырт келбетпен жұмыс жасаймыз, дыбыс қою, сөйлету, айтқызу, бірақ оның түпкі негізгі причиналармен жұмыс істейміз. Міне сізге причинасын қазір ашайын деп отыр. Мышық болмаса жүре алмаймыз дейді. Дұрыс, иә. Бірақ неге именно король мозга деп не үшін айтылды? Жарайды, иә. Қыздар, онда айта берейін, иә. Қараңыздар.
мыйшық деген біздегі екі жақ миды контроль жасап тұратын ең кішкентай мыйшығымыз, иә. Яғни біздің екі жақ миды қосқандағы бүкіл нейронның жартысынан көбісі сол кішкентай мыйшықтың ішінде орналасқан. Түсініп тұрсыздар ма? Яғни ол үлкен мидың ішінде, екі полушарияның ішінде тұрған, ішіне пока барам дегенде, әрбір миллисекундада, я светті қостың, ол пока жанам дегенше, бір миллисекунд өтті ғой, ал мида, я біз естідік, уже шығаруымыз керек қой, ол миллисекундада шығарып жатырмыз, ал мыйшықта дәл сол жұмыстар одан да екі есе болады. Сонда өзі кішкентай мыйшық үлкен полушарияның екі есе 50%-тен аса нейрондар соның ішінде шоғырланып тұр, иә? Сол арқылы бізді басқарып тұр. Яғни оның жұмысы қандай? Біздің координациямызға, иә, оңға солға құлап кетпей, алдымызға келе жатқанда шалынып құламай, тіземіз, буынымыз ше алдыға кетіп қалар ма, кейде босап өзіне өзі артқа кетіп қала ма деген сияқты. Ондай ойланбаймыз, иә? Ол өзіне өзі жүру керек, иә? Позада тұру. Сосын жаңағы біздің мыйшық дегеніміз координациядан бөлек тонусымызға. Яғни өте гипотонус болса, бұлжырап қалған, төмен салбырап, аузынан су ағып, тілі бұлжырап, іші пустой болып, мына жақтың бәрі жұмсақ болып тұрса, гипотонус деп айтамыз. Гипотонус болып тұрса да мыйшық оған қатысы бар. И немесе гипертонус, тырысып қалған бәрі, мынау жақ, мойын, тіл, тіс, жақ, иыққа дейін тықырысып қалса, оғанда мыйшық қадағалайды. Қараңыздар, сонда тек енді біз осы мыйшықты дамыту арқылы қалай тілімізге, сөйлеуімізге, жалпы эмоциямызға, яғни сөйлеуімізге, барлығына қалай әсер етеді. Өте, яғни біздің миымыздың өзі өте үлкен, анандай күрделі механизм ғой, ал мыйшықтың механизм одан сайын күрделірек екен, Алланың құдіреттілігі соншалықты, біз мыйшықты осы кезге дейін 3 қана аяғын ғана ойлады да, ал 3-ші аяғы кейін барып шыға бастады. Кейін ғана ол зерттеле бастады. Яғни бұрындары тек только координация и тонус деп айтатын. Қазір координация, тонус, сөйлеу, эмоция барлық біздің ол өткені, ол информацияны, мыйшық информацияны мидан да алады, денеден де алады, саусақтардың ұшынан да алады. И қайтадан сразу қайтарып тұрады соны. Түсініп ма? Сонда анализ, синтез жасап тұр. Енді осы бүкіл бөліктермен 2 есе, 3 есе, кәдімгі миға қарағанда тезірек қимылдайтын болса, мыйшықты дамыту арқылы біз қандай проблемалардан құтыламыз? Енді айтайық, қараңыз. Ең бірінші мыйшықты дамыту арқылы, мыйшықты тепе-теңдікті түзелу арқылы біз тұтығудан құтыламыз. Кәдімгідей таза сөйлеуге жақсы мүмкіндік бар. Мыйшықты дамыту арқылы біз гипертонус, қатты қалған тонустарды жұмсартуға, яғни төмен тонус, гипотонустарды жоғарылатуға, сосын өз-өзіне шалынып құлайтын диспраксиялар бар ғой, мысалға, келе жатады, тұсауы кесілмеген ба деп ойлайды ғой, мысалға, кішкентай кезімізде тұсауы кесілмеген ба деп ойлайды. На самом деле кесілсе де бәрібір диспраксик балалар өз-өзімен шалынып жүреді. Олда да не дейді? Мыйшықтың толық дамымағандығын білдіреміз, көп деген сабақтарда мыйшықты біз дамытатын балансирлерді, фитболдарды, немесе дисктер бар ғой, екі аяқтан белді кішірейтетінше, сонда дисктерді пайдалануға болады, сол арқылы жақсы нәтижені сабақтың құрамына осы балансирді қосу арқылы біз жақсы нәтижеге жетеміз. Егер аяқтан бөлек, қолға қалай, қол арқылы қалай мыйшықты дамытуға болады, сіздер жаңа айттық, мен балансир, орта есеппен ең күштісі балансир, одан да бөлек нәрселерді айтам, бірақ қол арқылы мыйшықты қалай дамытуға болады, сіздерден сұрайық. Қыздар, кім бар жауап беретін?
яғни тепе-теңдік сақтап тұру керек қой. Әркім өзінің дене бітімін ұстай алып, тепе-теңдік сақтап, оң жақ, сол жақтың барлығын қалыптастыра білу керек. Бұл баланың негізі кішкентайынан ол ата-ананың жаңағы жұмыс жасауына байланысты болып келеді негізінде. Аха. Нейрогимнастика тамаша, сосын тамаша нейрогимнастика арқылы да болмаса кәдімгі леголар бар ғой, лего бірақ бір-біріне кіргізіледі ғой, кішкентай кубиктер болады. Кубикті үстіне қоя беруге болады да, бүйтіп. Бірақ ол любой момент құлап кетуі мүмкін. Сондай қойып, бірақ анандай өзіне өзі тұрғанда бір-біріне кіргізілетін, құламайтын емес, шапке болу керек та. Мысалы тастар кәдімгідей йогада тастар болады ғой, мысалы тастың үстіне кішкентай тас үлкен қояды, сөйтіп ана бүйтіп тізеді ғой тастарды. Соның өзіне құламауға, тырыспауға, кәдімгі жай концентрация, тарс қойсаңыз өзіңіз құлап қалады, ал жай концентрациямен бүйтіп жаңағы тасты алып қойсаң, ол құламайды ғой. Дәл сол сияқты. Сол кезде сен алып тасты қоям дегенге шейін сен уже концентрациямен қоясың. Түсіндіңіз ба? Яғни мишықты дамыту деген біздің қазіргі сабақтарымыздағы күнделікті сабағымыздың құрамына қосылу керек элементтердің бірі. АФК-ларда ол бар, адаптивный физкультураларымызда бар, басқа ЛФК-ларда бар, одан бөлек сабақ логопедтің, дефектологтың сабақтарында бар. Бізде енді қазір соны көбейтуіміз керек екенін мен баса айтқым келеді. Дисктер бар ғой, шынымен далада үлкен ЖК-ларда сыртында болады дисктерға тұратын, болмаса кәдімгі белді шығаратын дисктер, балансирлар. Сосын мен кішкентай балалармен полусфералар пайдаланамын. Полусфера деген жаңағыдай домалақ болып тұрады, фитбол сияқты домалақ, бірақ жартысы жоқ. Полусфераларды пайдаланамын. Одан бөлек качеля деген бар, мысалы кәдімгі качеляның өзі мишықты дамытады. Сосын батуттар, велосипедтер, әртүрлі қандай ең күштісі йога ғой былайынша. Кәдімгідей екі қолды көтеріп, бір аяқпен тұру, поза петуха немесе поза лотоса деп айтады ғой. Соның өзі мишықты өте күшті дамытады. Осы мишықты дамыту арқылы таза сөйлеуге, тез сөйлейтін адам. Мен мысалға өзім енді қанымда бар, тез сөйлеймін. Мен қанша жерден жай сөйлегім келсе де тез сөйлеймін. Енді мен хочу өз-өзімен жұмыс жасаймын, бірақ сонда да білмеймін енді. Бірақ өзімде каждый раз балансқа тұрып, балансир жасағанның өзінде осылай тез сөйлеп қоямын. Тез сөйлейтін адамдарды осылай тахилалияларды түсіруге болады. Сосын жай ойланатын ЗПР-ларға өте күшті көмектеседі. ЗПР-ларда, ЗРР-ларда, тұтығуларда, ОНР-да, тем более ФФН-да міне ең біздің ФФН-дағы осы балансировочный доска, полусфера, солар пайдаланамыз. Сосын ең соңында мен бір оқиға айтқым келеді. Маған бір папасы алып келеді. Баласы тұтығу, сосын каждый раз көрсетеміз, сабақтың бәрін құрамын көрсетемін, бәрін жасаймыз, бірге тыныс алу жаттығуын жасаймыз, балансировочный доскаға тұрғызып, допты лақтырып, оны жасап, сөйтіп біткеннен кейін айтамын да, мынандай бір сызық қойып қояйық, немесе осы сызықтың үстінен жүрейік деймін да, сыртына шығып кетпеу керек деп айтамын да. Сосын бір күні келіп айтады да, мен бір күні машинада келе жатсам дейді, жаңбыр қатты жауып тұр, бір папаша жолдың бойында, асфальт қой енді, бордюрда баласын бордюрға жүргізіп кетіп баратыр дейді. Сонда ол ойлайды ғой, мынауың жынды ма? Мынандай күні, дала деген кәдімгідей жаңбыр құйып тұр, анау баланың папасы қолынан ұстап алған бордюрда не істеп жүр деп, сөйтіп ойлап күлгенмін дейді да енді. Енді күлсе күлген шығар, бірақ маған соны айтып беріп тұр да, енді күлгенмін дейді да. Оказывается, ол дұрыс жасапты. Мен осы жаққа келіп, ақшаға жасатып жүрмін ғой, мен осыны балансты, бордюрмен жүру, сызықтың бойымен жүру, алдыға артқа қарай жүру, қолды көзді жұмып қойып деген сияқты кәдімгідей балансты орнату үшін мен жасап жатырмын ғой соны, дәл соны күнделікті аз аздап жолдың бойында
жүргізілген, иә, соны айтқым келіп еді. Шынымен қыздар, сосын айтайын дегенім, көптеген ЗПРлерде, аутистерде, иә, чисто велосипедтің өзіне үйрету үшін миллион теңге беріп, сыртқа қарай апарып, күнделікті велосипедті бірінші 3 аяқтан, сосын 4 аяқтан, сосын 2 аяқтан, иә, азайтып үйретуге бір жазы кетеді, и қанша уақыты кетеді, и миллион теңгедей ақшасы кетеді екен велосипедке үйрету үшін, иә. Өйткені именно мышықты дамытуға жаңағы скейт емес, бір аяғын қойып алып екінші аяқпен жүргізетін скейт емес, тағы не, анандай қазір электр самокаттар бар ғой, тұрасың, бітті, денең қимылдамайды, ана өзіне өзі. Ондай емес, иә, ең күштісі конькидің прям адамды тепе-теңдікке шақыруға, иә, одан бөлек кәдімгідей, ол жердегі салқындығы, оның кәдімгі энергиясы, оның үстінде жүруі, әртүрлі позаларды жасауы, ана іште құлаққа музыка қойып кәдімгідей әртүрлі движение жасау, прям ең күшті дамытатын құрал сол коньки мен велосипед. Осыны айтқым келген. Енді қараңыздар, мына жерде Майра ханым өте керемет пайдалы айттыңыз. Менде сұрақ қойып жатыр, Нұржамал бағана аккаунтқа шыққанбыз, бірақ жекеге шықпай жатыр екен бұл кісі. 2 сәуір ғана. Қыздар, бізде логотерапия, иә, 2 сәуір күні бір күн ғана болады. Таңғы сағат 10-нан кешкі 5-ке дейін болады. Осы сенбі күні болады. Жазылып тіркелуге әлі орын бар. Өйткені кешегі айтқан 4 орын толды, біз тағы да орын санын аштық. Енді құрметті оқырмандар, жазылам десеңіздер де болады. Енді мен айтайын дегенім, Майра ханымның айтқаны бізге дейін, логопедке дейін үй жағдайында ата-аналармен осымен өздерің жасап келсеңіздер өте керемет тиімді. Ал енді бізге дейін велосипед, бордюрда жүргізу, үй жағдайында барлығын сенсор-мотор жүйесі барлығын дамытып келсеңіздер, логопедке келгенде нәтиже оңайырақ және тез шығады. Енді Алматы қаласында болмайды әлі. Енді қараңыздар, Майра ханымға сұрақтарыңыз бар ма осы жерде? Одан кейін басқа тақырыппен шығамыз. Осы тақырып бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Қорытындылап жүрейік. Мышықты дамытуға байланысты сұрақтарыңызды айтыңыздар, қыздар. Мен осы мышықтың балансировочный доскаларды, балансир, полукругтарды алып қойғанмын да, көп пайдаланамын ғой. Оның үстіне тұрып алып та, қолға затты алып, қолды да екі жақтап домалақ жасауға болады. Қолға да істеп, и аяққа да істеп тұрғызуға болады. Ол да өте күшті көмектеседі. Негізі, ал нейрогимнастика не үшін дейді? Қыздар, балансировка, нейрогимнастика бір-бірімен тікелей тығыз байланысты. Сіз нейрогимнастика арқылы да мидағы ұйықтаған нейрондарды оятасыз. Негізінде ата-аналар үй жағдайында нейрогимнастика, балансировкамен жұмыс барлығын жасайтын берсе, мынау сіздің балаңызды томатис, томанез сияқты мидағы ұйықтаған нейрондарды арнайы ток магнитпен оятқанша, осындай нейрогимнастикалық немесе балансировка арқылы үйде де жұмыс жасауға болады, бірақ уақытты өткізіп алмай жасау керек. Осы нәрсені түсініп тұрсыздар ғой, ә? Яғни сіздер табиғи жасағандарыңыз жақсы ма? Кішкентайынан дамытып, немесе арнайы апарғаныңыз жақсы ма? Кейде болады. Даже осы нейрогимнастиканың өзі көп көмектеспейді. Уақыт өтіп кеткен кезде амал жоқ, барасыздар жаңағыдай. Томатис, бақты. Көрдіңіздер ма? Мидағы ұйықтаған нейрондарды ояту үшін дейді. Енді Майра ханым сұрақ қойып отыр. Осындай дүниелерді қай уақытта және неше минуттан жасаған дұрыс дейді. Енді мен нейрогимнастика туралы айтып тұрған жоқпын. Нейрогимнастиканы абайлап та жасау керек, иә. Өйткені судорогасы бар балаларға жасап алып, қолынан немесе тағы қатып қалу деген сияқты болып кетуі мүмкін. Сол үшін аз-аздап жасай беруге болады. Ал балансировканы жай балансировка, если шынымен судорогасы бар бала болса, ол балансировканың өзін аз-аздап, жаңағы жүктен бастап, таяқшадан бастап, жүргізіп жасауға болады, иә. Мен өзім қандай позаны пайдаланамын, соны сіздерге бір көрсеттім, иә. Үлкен адам ретінде. Қараңыздар, осылай тұрамын,
осы жерде тұрғызып та көрсете аламын, қараңыздар. Осылай тұрамын да, аяғымды тіземе көтеремін. Тізені бір қолға көтеремін да, осылай тұрып, 15 секундқа шейін тұрамын. 15 секундқа шейін. Бірақ көзімді жұмам. Көзді жұмған кезде мен балансты ұстай алмаймын. Мен 15 секундқа шейін тұруым керек. Бірақ балансты ұстай алмаймын. Түсіндірсіздер ма? Сіздер де екі қолды екі жаққа шығарып, бір аяқты тізеге шейін көтеріп, көзді жұмып көріңіз. 15-ке шейін ұстасаңыз, молодец. Ал 15-тен төмен болса, бірте соны көтеруге жақсы мүмкіншіліктеріңіз бар. Енді балаға да соны жасай аламыз, иә? Аз-аздап күніге оны определенный уақыт жоқ қой, сен азында тұрдың, нан жаса деп айтқан жоқпыз ғой мысалға, иә? Бірақ қай кезде қолы бос, күнделікті. Өйткені ол мишықты дамыту үздіксіз. Лайынша біздегі ең тез жүретін жол, ол прям ана мыңмен жүру деген емес. Соны жаттап алыңыздар, иә? Ол үздіксіз тоқтамай жүру деген. Мына жерде сенсорлық жұмыстарды үй жағдайында қандай жұмыс жасауға болады, бірнеше мысал айтыңыздаршы дейді. Балнұр Димаш Алихан, иә. Қараңыз, сізге лично чек-лист жіберілген. Сіз мен жіберген дүниелерді жасасаңыз да болады. Ең бастысы, үйде бұл нәрсенің барлық қарапайымнан, баланың ұстауынан, қысуынан, суға, топыраққа, міне осының барлық сіздің сенсорлық жүйесін дамыту жұмыстарыңыз. Және де үлкен бір затқа түрлі пішінді заттар сап қойыңыз. Яғни жұмсақ, қатты, фигураларды, иә, міне осының барлық үй жағдайындағы жұмыс. Кейде болады, мысалы, біз ата-аналарға қанша рет айтып жатамыз да, бірақ ұқпай қалады екенін түсініп тұрмын осы нәрсені бар ғой. Даже ақпаратты жазба түрінде берсек те, ақпаратты былай жеке түсіндірсек те, көбісіміз түсінбейміз. Мысалы, көп центрлерде айтады Майрахан, мен сенсорный интеграция сабағымыз бар деп, былай қараса қарапайым дүние. Сол неге ата-аналар үй жағдайын жасамасқа? Мен өзім лично орталықтың ата-аналары біледі, лично жеке сабақ алатқандар специально чек-лист жасап қойғым, берем, сен қойған сенсорлық жұмыс үй жағдайында жасауға болады, істейміз деймін да. Опять сол сұрақ келеді, опять сол сұрақ. Видите? Яғни бұл нәрсені үй жағдайында жасап отыру керексіздер. Қай орталыққа сенсорный интеграция бар деп сізге специально бөлек сабақ айтады, оплатасын бөлек алады, иә? Бірақ ол уақыт сіздің балаңызға жетпейді ол. Үйде бір мезгіл закрепление болады, сабақты қорытындылау деген нәрсе болады. Оны ата-ана жасап отыру керек. Ішпесең, тамағын ішпе, 10 минут кешкі сағат 8 ба, баланың қай уақыт сіздің қолыңыздың тиген уақыт емес, балаңыз кешке уақыттағы болады, өзі активный уақыт кезең, иә? Вот сол уақытқа сіз график қойып қойыңыз, вот, күнде 15 минут, максимум 15 минут жетеді. Все, игра, ойын, сенсорный интеграциямен ойын, жұмыс. Осыны логопедке апарғанда осыны жасап жүріңіздерші. Қандай нәтижеге жетесіздер? Ойлау жүйесіне, сөйлеу жүйесіне, жаңағы мишығыңызда барлығын дамуға. Паяттап, неге бір аптаға график, мен аталарға айтқан қалам да, неге бір аптаға график құрмайсыздар? Бір аптаға, бір ай көлеміне мақсат қоймайсыз, мен балама бір айдың көлемінде түстерді пішіндерді үйретем. Бір айдың көлемінде мен балаға таным процесімен жұмыс істеймін. Мен бір айдың көлемінде ұстап таным, ал енді соны аптаға жоспар қойып тастамайсыз, бір аптаға жоспар қойып, дүйсенбі күні мынандай жұмыс, су терапиясы. Сейсенбі күні түстер. Осылай, иә? И баланың деңгейіне, егер баланың таным процесінде қабылдауы төмен болатын болса, яғни түстерді жатамайды, сандарды жатамайды, қабылдауы төмен деп тұрмын, иә? Ол кезде сіздің мақсатыңыз қарапайым нәрсе. Бір апта бойы жемістерді үйретіңіз. Мақсат бір апта бойы жемістерді үйрету, методика әртүрлі. Не істейміз? Бірінші күні алма, банан, апельсинді жейміз баламен отырып. Иіскейміз, иіс сезу, дәм сезу, қышқыл сездіреміз. Екінші күні пластмассадан болсын, кәдімгідей бар болсын, банан, алма, апельсин суға салып ойнаймыз. Міне сізге сенсорлық жүйе дамып тұр, ұстап, көріп, танып, қайтадан не етіміз? Алма. Бұл не? Қандай алма? Қызыл алма. Ол сіздің балаңыз сөйлей алмауын айта береміз. Мүлдем сөйлей алмайтын балаға алма деп түсіндіреміз.
егер екі сөйлемнен келетін болса, уже бір-екі жеке-жеке сөйлемдерді айтатындарға қызыл алма деп айтамыз, түстерді қостанытамыз. Уже балада жаңағыда екі-үш сөйлемдік жететін болса, дөңгелек қызыл алма. Сіздің өзі сөйлеу аппаратыңыз логопедиялық тұрғыдан әрбір дыбысты бала айтқанда, яғни сіз өзіңіз айтқан кезде формасымен айту керексіз. Ол бала сол дыбысты көру арқылы, есту арқылы дәл солай шығарады сізге. Енді кеттік. Пластилинмен алма жасаймыз, банан жасаймыз, не істеп тұр? Вот сізге сенсорный интеграция. Одан кейін не істейді? Қаламмен бояймыз, пластилинмен жұмыс. Қараңызшы, бір аптада сіз алма, банан. Неужели осы бала бір апта бойы сіз сенбі күні закрепление жасаңыз, қорытынды бітті. Алманы береді, бананды беріп, даже мен сіздерге айтайыншы, аутист балаларға үйретіңіздер осыны. Күнде. Мақсат бір методика. Екінші аптасында көкөністер кетсін, осылай. Содан кейін не істейсіз? Жемістер мен көкөністерді араластырасыз да, бір бетке жемістер, бір бетке көкөніс бөлдейсіз. Түсті де солай танытамыз, санды да солай танытамыз, көкөністер, жемістер, үй жануар. Міне сіздерге, вот осының барлығы сіздерге жоспарлы тұрғыдан болу керек. Бірақ біз шыны керек, информация айтып жатсыз, естіп жатсыз, бірақ мен түсінгенім, ата-аналар ол практикалық тұрғыдан жасамайды ғой. Практикалық тұрғыдан жасамайды. Уақытым жоқ. Уақыт жоқ, жасамайды. Соның жақсы уақыттары болмақ қойсын, өйткені ақшалар көп қой, таскать етіп жүре берсін. Өйткені не ол кісілерге? Үйреншікті жағдай ғой, күнде аппарат әкеледі, үйреніп қалған дүние оның барлығы. Көрдіңіздер ме? Көп ата-аналар қайталамайды дейтін кезде, мысалы, осыған қайталамайды деген жерге мен айтам, қайталаса да, қайталамаса да. Өзіміз сұрақ қоямыз, өзіміз жауап береміз. Мысалы, запускта всегда так, да? Өзіміз сұрақ қойып аламыз, сонау не? Өзіміз сұраймыз, алма. Бұл қандай алма? Қызыл алма. Тәтті алма. Өзіміз сұрақ қойып аламыз, өзіміз жауап беріп отырамыз, Өйткені мидың ішіндегі пассивті словарды толтырмағанша, ол аузымыздан актив болып шықпайды. Сол үшін қолдан келгенше айта береміз. Аузы ашық тұрып, көрсетіп тұрып, ашық көрсетіп айта береміз. Мына жерде мысалы жазып отырға, Гүлнұр, 6 ай жұмыс жасап, жемістерді үйрендік 6 ай. Міне ата-ананың шыдамдылығы. Осы енді Бақытгүл апай мен Дана апайға арқасында енді көкөністерге келдік, картопты бірге ашып, дұрыс жасайды. Тамақ істейін деп жатсыз ба, картоп әкел, сәбіз әкел. Ол барады, сіз сәбіз әкел десеңіз, ол бала картоп әкеледі. Сіз ашуланбауыңыз керек, барасыз қайтадан. Бұл картоп, бізге сәбіз керек. Ашасыз, дәл сол жерде жуып пішкенде дәмін көрсетесіз, балаға жегізесіз, тамаққа қосамыз. Неге практикалық тұрғыдан қолданбасқа осы нәрсенің барлығын, неге сіздер арнайы бар ойыншық сатып аласыздар? Ол ойыншықты бала бірге ойнамайсыздар ғой? Ойнамаған екен, ондай ойыншықтың алудың түк те қажеті жоқ. Бала ұстап көріп тану керек. Ол ұстайды, тастай салады, бітті. Ал енді қарапайым дүниелермен үй жағдайында жасайтын болсаңыз, жоспарлы түрде қорытынды жасап отыратын болсаңыз, нәтиже шықпаса айтыңызшы. Міне нәтиже шыққан, ата-ана айтып жатыр. Нәтиже шықпаса айтыңыз. Адам қарапайым нәрсе ғой, ол не только бала, өзіне күнделікті есеп беру керек қой. Мен бүгін өзіме қандай пайдалы жұмыс жасадым, қандай пайдасыз іс-әрекет жасадым өзім. Кімге жақсылық істедім, кімге жамандық. Сонда сіздің бүгінгі пайдаңыз, балаңызға сабағыңызды бергеніңіз ғой, сіздің пайдаңыз апарып келгеніңіз емес, сіз әшейін апарып келдіңіз, ол сабақты біреу өтті, сіз өткен жоқсыз. Пайдалы іс-әрекет жасаңыз, міне сіз өзіңіз сабақты өттіңіз, міне істедім. Ал сіздің пайдасыз іс-әрекетіңіз, балама сабақ өткен жоқпын деп жазып қойыңыз, пайдалы дәу қылып. Міне, ертесіне сол әрекетті қайталамау керек ата-аналар. Яғни, сабақты өту керексіз сіз міндетті түрде. Апарып келе жатырмын, таскать етіп жатырмын, тастап кетіп отыр. Ол түкте нәтиже жоқ, мен сіздерге айтайын. Жүре беріңіздер, өйстіп, жүре бересіз, ол прям кете береді. Сол үшін құрметті ата-ана бұл жерде үш жақты одақ деп айтады. Одақ деп айтады, ата-ана, ұстаз, бала. Когда үшеу бірігіп жұмыс жасайды, сіз мұғалімне не бергенін сұрап отырасыз, хотя бы аптасына закрепление болады. Аптасына бір рет мұғалім сізге қорытынды есеп береді. Мұғалім ол қалай істейді? Дүйсенбіден бастап арнайы коррекциялық осындай топтарда, садиктерде, балабақшада, орталықтарда
олар өзінің апталық жұмысын дүйсенбіден бастайды. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, жұма күні келеді да сізге есеп беруі мүмкін. Мысалы да, бір апталық, міне біздің шыққан нәтижеміз осы. Иә? Сонда бұл жерде не болып тұр? Біз бала түгілі өзімізге есеп бермейін деп отырмыз ғой. Таң атады, кеш батады, апарып тастаймыз, әкелгенімізге емес. Балам дзюдоға апардым, анда апардым, логопедке апардым, психологқа апардым, сіз әшейін апарып келе бересіз, ол сізге пайдаңыз кірмейді ол. Сіз сабақ өтсеңіз ол кіреді. Енді жерде ата-аналарым сәл намысына тиіп кеткен шығар, тиісем. Жоқ, кейбір ата-аналар көрініп тұрады ғой, енді шынымен сабақта не істеп жатсың деп қарап, өзіне түсіртіп алып, видеоға түсіріп алады. Ал кейбір ата-аналар баланы кіргізіп жібереді да, бақыламайды, сыртта өзімен өзі телефонда бөлек отыруы мүмкін. Енді кейде бала отырған кезде, ата-анасы отырған кезде бала өзін басқаша сезінеді ғой, ол да бар, ол ситуация. Бірақ көбінесе көрінеді. Үйде жұмыс жасайтын ата-ана, үйде жұмыс жасамайтын ата-ана да білініп тұрады бізге. Бірден үй жұмысын орындап келген ата-ана, бала қалай болады? Орындамай келген бала. Екеуі де екі бөлек. Бірден көрініп бізге сезіліп тұрады, иә? Менің онлайн мастер-класстарыма қыздар қандай әртүрлі мастер-класстар өткіздік қой, сол кезде мен көбінесе кесте құрғызам, иә, ораза кестесі сияқты. Мысалға, ораза азанда сәресін андай уақытта аштым, садақамды бердім, басқа қыламын, өзім кестемді көрсетем, иә, өзім сол күндегі не жасадым, соның бәрін кітап оқу, сабақ, бірден кейін деген сияқтыларын бәрін көрсетем. Дәл осы сияқты сізде де кесте болу керек. Біз өз-өзімізді жүйеге келтірмей, өзіміздің жұмысымызды баламен бірге қатынасымыз жүйеге келтірмей, ешқандай жүйелі түрде нәтиже шықпайды, иә, жүйелі нәтиже шықпайды. Хаотично, бірсе бар, бірсе жоқ деген болмайды. Не жаңа айтып тұрғаным, иә, самый быстрый результат ол күнделікті үзбей аз-аздан істелінген ғана результат. Ал былай сразу келіп, самолетпен ұшып барып, мына жерден келіп, бітті все деген жоқ қазіргі заманда. Қазір баға осы эфирден кейін ата-аналар оянады да, баласын сабақ өтемін дейді. Кәне сабақ өтемін дейді, жарты сағат отырып, ол дұрыс емес. Сөйтіп мен балам көнбейді маған дейді. Сіздің ең алғашқы сабағыңыз 1 минуттан басталады. Бірінші күн, екінші күн, 2 минут, 3 минут, 4 минут, 7 минутқа дейін максимум, егер балаңыз диагноз ауыр болса. Максимум 10 минут, все болды, жетеді соның өзі. Иә. Вот осыған да мән берген дұрыс болады. Енді құрметті оқырмандар, ары қарай Майра ханым, мен мына жерде не айтқым келіп тұр? Біздің мынау салаларға байланыстылығын айтқым келіп тұр қазір осы жерде. Элемент. Яғни біз не айтып отырмыз? Біз ертеңгі біздің логотерапияда қолданатын дүниенің барлық элементтерін айтып отырмыз сіздерге. Өйткені сіздерде хабардар болыңыздар деп отырмыз. Бұл жерде біз қозғайтын тақырыптар бұның барлығы. Жалпы білесіздер, біз көбінесе осы уақытқа дейін өзіміз логопед алдымызға бала приемға келді, тек соны жасай беретінбіз. Бірақ қазірдің кезінде біз өзіміз де уже стоп қойып отырмыз. Не үшін? Егер ол бала біздің деңгейімізді бізге диагноз қойып келе берсін, бірақ біз өзіміз по-любому тексереміз ол баланы. Егер ол бала бізге жұмыс жасауға дайын болатын болса ғана логопедтер жұмыс жасаймыз. Бірақ бізге дейін ең бастысы невропатолог, одан кейін психолог, одан кейін логопед. Дефектолог бар ма, басқа сосын қосыламыз. Қараңыздар, кейбір ата-аналар балаларын отыра алмайды, зейіні қалыптаспаған, логопедке алып келеміз. Ал енді логопед психологиялық тұрғыдан дайындамаса, зейіні қалыптаспаса, ол кісілердің айтқанының барлығын істейді, стенаға кете береді. Егер ол ойын тұрғыдан баланы жәймен сенсорикасынан бастап дамытпаса, логопедтің өзі қоспаса, бірден келіп бастап массаж жасап, бірден жаттығу жасаған кезде бала өз-өзін жоғалтып алуы мүмкін, немесе шошып кетуі мүмкін. Яғни, ең басты психологиялық тұрған подход, одан кейін, егер ол сіздікіне емес па, значит, жіберіңіз. Мысалы, қандай жағдайларда? Кей кезде болады, үлкен балаларда, 6-7, немесе 11-12 жастағы балаларда, ортодонтқа жіберіп жатамыз, перекустап жатамыз, екі тіс бір-біріне бірікпейді, қалыптаспайды. Сіз қанша жұмыс жасасаңыз да, ол кейде дыбыстар дұрыс қойылмайды, барып ортодонтқа консультацияға жібересіздер. Жалпы мен өзімде де болды. Элементарный нәрсе, аяқтан кеткен, даже мысалы мойында қисайып тұрады денелері, бірақ перекус дұрыс. Осылай тұрады. Ол кезде де мен мысалы не істеймін, ортопедке бар массаж ал, 2-3 ай, 5-6 ай ал, сосын маған кел.
жақсы, егер ол бармай, мен жұмыстана беремін, жарайды, дыбысын да қойып беремін, бірақ уақыт өте келе қарашы, аяқтан вальгустен басталған асимметрия, иық бәрі кеткеннен кейін логопед момент қояды, уақыт өте келе қайтадан ол бұзылысқа қайтадан дұрыс. иә, сол үшін причинамен жұмыс істеу керек болады. Ең бастысы барып, ол бір ғана курс массаж емес қой, 2-3 рет сізге массаж все уже барсаңыз болады, логопедке деген уақытта ғана жұмыс істеу керек. 2-3 курс бола ма, 5-6 ай уақытыңыз кете ма, одан кейін логопедті қосқан дұрыс болады. Енді осы жерде көп ата-ана шатастырады. Көбінесе 7 жасқа дейінгі, 5 жасқа дейінгі балаларда аяқтарını қарасаңыз, но жалпы ЗПР, ЗР барлықтарында аяқтар ішке қарап кеткен, вальгус кеткен. Ішкен, иә. Оның барлығын кейбір ата-аналар түсінбеген ата-аналар не істейді, ортопедке апарып массаж алады. Бірақ құрметті ата-аналар, ол при неврология. Сіз уже неврологияны жаймен емдеп біткен кезде өз болады ғой, 5-6 жаста жаймен жазыла бастайды, 3-4 жаста. Бұл содан кейін ортопедті қосу керек екен. При неврология болса, ол сіз массаж жасайсыз, оның пайдасы жоқ, ол наоборот кері әсерін тигізіп кетуі мүмкін. Мықты деген массажистердің өзі айтады, ортопед, массажист, невролог болу керек та, ол сол кезде ғана олар диагнозы бар балалармен жұмыс істейді дейді. Ал енді ортопед, массажист ол мықты болып тұрса, ол біледі, айтады, жоқ, мен істей алмаймын дейді. Өйткені, көрдіңіз ба, ол бір-біріне связь ететін, ол бала судорог беріп кетуі мүмкін. Жаңағы 7-8 жасқа дейін олшы емдетіңіз, одан кейін ғана апарасыз. Бірақ көбінесе вальгустерді реттеу, асимметрияның барлығын 13 жасқа дейін дейді. 13 жастан кейіннің өзі уже қиындай бастайды дейді, негізі алмайды екен көбісі. Ол кезде уже басқа жолмен кетеді ау деймін негізінде. Кейбіреулер бір жылдан кейін ақ уже менің қолымнан келмейді, уже басқа специалистке бар, немесе неврология жағына қарай бар деп айтады ғой енді ортопедте. Иә, мынау көрдіңіздер ме, сол кезде ортопедке барған дұрыс, ортодонтқа барған дұрыс. Мысалы, жалпы бізде мынау Майрапа енді сіздерге шамалы 2,5-3 жастар келетін шығар, енді жекесі бізде мынау топпен жұмыс болғаннан кейін кейде 1,5 алмаймыз ғой, бірақ мынау 2 жасар, 2 жас, 3 айлар келеді мысалы да топқа. Бірақ менің бірінші жіберетінім осы невропатологпен, одан кейін өткен понимание бәрі болады да, остеопатқа жіберемін мысалы да. Бар, остеопат, потом маған келші деймін да, уже прогресс жүрсін. Өйткені қараңызшы, біз просто уақыт өткізіп аламыз, олмен уже басқа специалистер жүргізу керек қой. Ең басты невропатолог жан жақты, ол бетке қарап, қазіргі кезеңде балаларға бетке қарап, дәрі береді салатын, немесе медикаментоз любой уколын бере салатын кезең емес. Қазір невропатологтардың өзі мықты қазір кезеңдерде ізденіп жатқан невропатологтар да бар, иә? Дұрыс. Жаңағыдай ЭГГ-ға, туысқа түсіріп, одан кейін ғана беретін медикаментоз беріледі. Ол бұрынғы кезеңдерде сіздің бетке қарап, баланың денесіне қарап, дәрін береді, барып ішіп келе сал деп, иә? Қазіргі кезеңде мен бірден сұраймын, сізді жібердім, мен бірден дәрі келіспеймін ол нәрсеге. Қазіргі кезеңде біз өзіміз, мысалы, невропатологтардың көбісі, мысалы, сұхбаттасқан кезде, уже дәріден кетіп жатыр олардың бәрі. Реабилитациямен шығарады көбісі. Енді бір қиын түрі болмаса, енді, мысалы, кейде рассасывать ету үшін дәрілер береді, жіткістің көбіне байланысты деп от. Ондайларды болады. Енді бірақ оны біз невропатологтар, біз оны нетпейміз. Ол невропатологтар айтады, біз оны айтпаймыз, просто біліп отырамыз ол нәрсені. Байланыс бұның барлығы. Бізде жалпы педагогика саласы болғанмен, уже практикада біз медицинамен байланысамыз. Организммен уже бітті, физиологиясымен, иә? Көрдіңіздер ма? Одан кейін реабилитация деп отырғанымыз, ол сіздердің бакыңыз бар ма, томатисіңіз бар ма, басқаңыз бар ма, ТМСіңіз бар ма, оның бәрі реабилитация, ол миға арналған. Енді қараңыздар, бұл жерде ата-аналар былай қарасақ, апарып нәтиже шықсын. Жоқ. Бірден никогда суперский нәтиже шықпайды. Ол уақыт керек оның барлығына, организм бұның барлығында. Енді, мына жерде жазып қойыпты, осыны көп ата-аналар түсінбейді екені, осы туралы толық ақпарат айтып жүрсеңіздер, пост жазсаңыздар, түсінбейді, көбісі шыны керек бар ғой. Сосын, өйткені біз ортопедтағы келіп центрда не жүргіздік, консультация жүргіздік біздің центрдің балаларына. Сонда айтты ғой, кешіріңіздер, қабылдай алмаймыз деді. Мықты мен деген ортопедтің өзі мойындап. Сосын Бақтыгүл апай, мен сізге невролог, ортопед, массажист мен сізге тауып берейінші. Все, давайте соған жіберіңіздерші деді.
Ондай үш мамандықты бірге ұстап жүрген адамдар бар ма не? Мен бар Бар екен. ма? Вот невролог, бізде қазір абылай деген, вот біз соған етеміз да, вот уже қорықпайсың, көрдіңіз ба? Өйткені айтады, ана мойындағанда, мысалы шүкір, оны көрдіңіздер ма? Мойындап отыр ана өзі, ортопед массажист. Мойындап отыр. Ол айтады, жаңағыдай, олардың өздеріне іштеріне қаншама бөлімге бөлінеді екен. Біз ортопедте бас салып кете береміз ғой, бірақ ол іштеріне өздері бөлінеді екен. Сонда айтады ғой, не үшін невропатолог кейде болады, при неврологии олар жіберіп отырады, ол дұрыс емес дейді да, ол прямо. Когда баланың патологиясын емдейсің, ана аяғы өзі дұрысталады дейді. Иә. Вот көрдіңіздер ма? А біз не істейміз? Жан жақта баланы кейде қинаймыз, судорога неғып кетуі мүмкін. Шақырып алуымыз мүмкін. Иә, невропатологтар дұрыс тексертпей, екпе салдырса, сарды. Вот осыны тоже айтқым келеді. Енді бұл жерде қазіргі кезеңде ата-аналар сауатты болу керек. Өзіңіз балаңызды сіз алып барайын деп жатсыз ба? Осознанно тексерттіңіз, барлығын тексерттіңіз. Тусқа түсіп тексерттіңіз, иә? Одан кейін ғана барып прививканы салуға болады. Негізі ол жаман нәрсе емес, просто баланың мидың кей кезде очақтарында көрінбейтін бір нелер болады ғой, видите, вот сол кезде даже невропатологтардың өзі сіз қанша ЭГГ тусқа түссеңіз де көрінбейді ол нәрсе. Содан шығарады, содан не істейді, анау 1 жасында сөйлеп жүрген балам күшті сөйлейтін еді, 2 жасқа келгенде сөйлемей қалды дейді. Қой, анау ата-ана өз ішін бір қиялдап жүрген шығар деп ойлайсың шын. Бірақ самом деле бар сондай нәрсе. Дұрыс айтасыз. Иә, ол кезде біз инфекция деп шығамыз, инфекция деп шығамыз, оны қараймыз, үнемі инфекционистке барамыз. Бірақ қыздар, медицинаның, бұл медицина, оған қарау керек. Сосын медицинаға сіздер барған кезде гормональный эндокринолог обязательно көріну керек. Бала жайдан жай сөйлемейді емес. Значит, бір причина бар. Эндокринологқа барасыздар, анализдерін тапсырасыздар, гормондарға тоже қарайсыздар. Егер баланың бойында гормондар дұрыс болмады ма, значит, ол біздің сөйлеуімізге, мишыққа да әсер етіп жатады. Көрдіңіз ба? Сөйлеуге, ойлау жүйесіне де әсер етіп жатады. Ал енді осы жерден тағы айтатын нәрсе. Сіздер, біз қазір барлығымыз білгіш болып кеткенбіз. Не үшін? Көшеде жүргеніңіз бүкіл компанияны дәрісін алып бере береміз. Оны нутрициологқа түсін, даже нутрициолог ол врач болу керек. Медицина саласының маманы болу керек. Бірақ қазіргі кезде нутрициолог дейді да, мен курсты оқып алып кете береді, ол дұрыс емес. Енді қараңыздар, кез келген уақытта нем айтамын, D3 дейміз, хит витаминдер ғой, йод, омега, иә. Қараңыздар, бұны жайдан жай алып іше беруге болмайды. Мүмкін сіздің балаңыздың организмде осы витаминдер көп шығар. Сіз келгенде тағы беріңіз, ол гормонал болып кетті, толыса бастады, өзгере бастады, иә? Дұрыс айтасыз. Сауатты түрде, кім жаман, врач жаман емес ол жерде. Бұл жерде ата-ана өз әркімнің хитына байланысты, жаңағыдай рекламаға байланысты алды. Не істеу керек? Мен қосып кетейін деген жаңағы омега бойынша сұрайтыным, иә? Омеганы біз, ол миға жақсы, рыбий жир, немесе балықтың майы, одан зиян болмайды деп ше, все время омеганы көп беріп кететін адамдар бар, иә? Омеганы шетелде, Америкада, оны бізде бат ретінде қабылдаймыз ғой, иә? Ал Америкада оны дәрі ретінде қабылдайды. Бұл бір. Екіншіден, омеганы көп жей берсе, уақытынан, мысалы қанша дозасы болу керек, иә? Содан көп бола берсе, ертең сахарный диабет келеді. Ол уже привет деп артынан сахарный диабет шығып тұрады, иә? Вот сол сахарный диабет ертең кейін сіз анау болмайтын, ана омеганы көрдіңіз, омеганы алдыңыз, иә? Іше бергеннен кейін сахарный диабет шыққаннан кейін сіз оны уже қайтара алмайсыз. Сосын D3-ді да, иә, мысалы, аптекадан алатын D3 бөлек, мысалы, 10 дозасы бөлек, иә. Бізде қазір Қазақстанда протокол бойынша D3-ді бұрын 1,5, содандай болатын, иә. Қазір 2-ге көтерді. Өйткені Қазақстан бізде теңіздің қасында тұрып жатқан жоқпыз. Күн Астанада өте аз, сосын 2000 единицалық D3-ді ішіп жүрміз, иә. Соның өзінде балалардың ұйқысы қанық емес, уақытылы, мысалы, қазір 11 сағат әлі ұйықтаған жоқпыз деген сияқты,
д дұрыс пайдаланғанмен дұрыс оны орындап та жатқан жоқпыз. Сол үшін кәдімгі баттарды мен мысалға өзім шынымен проверено балаларыма да просто так баттарды алып бере бермеймін. Енді мен бүгін туралы айтпай ақ қояйын, өзім туралы айтайын. Мен 4 баланың анасымын. Баттардан айхербтен алатыным сол тек д3-ді аламын, 5000 единицалық д3-ді аламын, и то күнде бермеймін. Ал омеганы, если бізде Қазақстанда оны әлі өлшейтін маркерлер аз. Бірақ шынымен көп беріп жүрген болсаң, сол үшін тоқтатып, өлшетіп, қанша біздің мысалы нормамызда бар ма, мысалы ішінде денеңізде омеганың витамині топ тұрған шығар, бере берген сайын, иә, толтырып бере бермей, басқа ауруды одно лечит, другое калечит етіп жібермеуге тырыстырайық. Соны айтқым келіп еді. Енді осы жерде құрметті ата-ана не істейсіздер? Поликлиникаға барасыздар, витаминдерге анализ тапсырып, одан кейін берген дұрыс. Енді қарасаңыздар, біз логопед болып шығып жатырмыз да, бірақ осының барлығы бізге прям байланысты, прям жақын, прям бір-біріне көріп тұрсыздар ма? Біз анау дыбыс қой деп кете беріп, ол күнде айтып жатқан дүние ғой, сәл бөлек дүние айтайық деп отырмыз, сіздерге жаңа информация болсын деп. Сосын тағы айтып кететін жағдай. Құрметті ата-аналар, жұмыс жасаған кезде, мысалы келесіздер, нәтиже қашан болды ма, шығады ма, 3 ай болды деп, құрметті ата-ана, 3 жасқа дейін бала сөйлемей алды ма, сөйлей алмады ба, рас элементі маудыз ба, 6-7 жасқа дейін жұмыс жасайсыздар, дайын болыңыздар. Сіз үнемі жұмыс жасамайсыз, бірақ өзінің этап-этапымен жұмыс жасайсыз. Сіз сол уақытқа дейін баланы бақылап жүруіңіз керек қой. Өзі еркін сөйлеп, уже алып кету үшін, иә. Сосын, ал енді ондай керемет суперский нәтижеге жету үшін жан-жақты жұмыс керек. Мүмкін сіз үнемі айтам, медицина, педагогика, реабилитация бірге жүру керек. Бірге жүру керек. Иә. Мен осы сыртта сырттан мысалы медицинаны қос деп тұр ғой, иә. Егер табиғи жолмен шықпаса деген ғой, енді былайынша табиғи жолмен шығу керек оның бәрі, иә. Ештеңені үйретпей-ақ, былай мен мысалы логопедке апарған жоқ, иә, үйретпей-ақ шығу керек. Енді табиғи жолмен шықпаса, диагнозы бар балаларға Майра ханым, иә, қосу керек деген сөз. Ау? Диагнозы бар балаларға айтып отырмыз, иә? 3 жақты. Ол ата-ана біледі ғой, баласында қандай диагноз екенін. Жаңағыдай, мысалы бала атын шақырса қарамады, уже не істеу керек? Атын шақыруды үйретуге, зейін қалыптастыруды, отыруды үйрету керек, таным процесімен жұмыс істеу керек. Оған мүмкін ТМС, бактоматис, басқа да дүниелер керек шығар. Медициналық обязательно керек, көрдіңіздер ме? Ол тек қана біз кеше айттық, мына жақтан мен сөйлеймін деп тұрғанмен, мына жақтан жібермей тұр баланы ойлау жүйесінен. О жаққа енді біз қол сұғамаймыз, оған не істеген миға оятатын толчок керек. Оны жаңа ТМС, бактоматис барлық нәрсе береді, реабилитация. Оны біз сізге тек жол айтамыз, ол жерін арғы өзінің врач, басқа дүниелер болады, олармен ақылдасып жасайсыздар оның барлығын. Просто ата-ана дайын болу керек. Никогда бірден бір суперский бір дәрі ішіп кетсем күшті болам, немесе бір таяқша, бір сиқыршы деген нәрсе жоқ. Даже ата-аналар болды, өмірімізде өкініп қалмайық біз деп 1,7 миллион уколын салдырғандар болды, бірақ өзгеріс жоқ, иә? Яғни бұл жерде не болып тұр? Жұмыс. Сіз үйде өзіңіз жұмысты бастамасаңыз, ал басқа кісілерден не күтесіз? Сол үшін бүгін мен айтар едім, да? По графигі қойыңыз, аптан соңына мұғаліммен сөйлесіңіз, не істедік, не қыламыз, апта басында ма, закрепление жасаңыз. Мұғаліммен жасайсаңыз, сіздің бүгінгі апталық жоспарыңыз не жасайды? Біз де үйде соны жасай білейік, қорытындылап отырасыз. Ал енді ешқандай қиындығы жоқ бұл. Сол үшін мына жерде жаңағыдай 6 жас, 7 жасқа дейін деген бар ғой, мысалы баланың дыбыстар шақыру керек болады, одан кейін сөйлем бұл деп жаймен 2 сөйлемдерді құрау керек. Оның мысалы қараңызшы, ОНР әр диагнозының арасында результатқа қанша 3-4 ай уақыт кетеді, 5-6 ай уақыт кетеді. ОНР 1-ден ОНР 2, 6 ай, ОНР 3-ке кетеміз, ОНР кете береміз, одан кейін оның қалып кеткен дыбыстарын ойдырамыз, оның одан кейін самовольный ФФН-дерін істейміз. Көрдіңіздер ме, сөйтіп тұрғанда баланы әйтеуір 7 жасқа дейін жеткіземіз мектепке дейін. Бұл жерде сіз бір ортаға апардыңыз ба, қуануыңыз керек. Бала өз аяқ киім киді ма, соның біз прям өзіміз солай нәтижеге қуанамыз. Бала шақырдық па, немесе күннеге мысалы алманы қорапқа салды, ол салмады ма? Бір алманы салғанның өзінде бізге қандай сол результат мысалы. Иә, жай дәретханаға
барамыз дегеннің өзінде өзі кетіп бара жатыр, мә қандай результат күшті дейміз. Көрдіңіздер ме? Бір какой-то бір элемент іздейміз да, біздің аттан вау деген бір нәтиже күткісі келеді. Бірақ содан басталады ғой, жаймен өзі қалыптасады бұны. Иә. Еврейлерде де айтады ғой, мысалға 10 түрлі ошибка жасады, екеуі бірдей, иә, еврейдің ата-анасы 10-шысында жақсы болса, молодец, бір жауап болса да молодец, күшті болыпты, иә, плюсын ғана көрді. Бізде орыстар, қазақтар деген, анау бір плюсын көрген жоқ, 9 минусты көрдік та, ужас, на 9 минус у тебя деп, кәдімгідей минустарды ғана көреміз. Сол үшін бізде коррекциялық түзете дамыту жұмысында плюсты көп көруге совет береміз. Әсіресе тұтығуда прям плюс, минустан көрі плюсты көбірек көруге, замечать етуге, соны өзімізге привычка қылып алуымыз керек та. Енді құрметті оқырмандарым, бізде 5 минут уақыт қапты. Уақыт 1 сағат өтіп те кетті ғой. Енді қараңыздар, осы жерде тағы айтпағымыз, біздің ертең бізде көп сұрап жатыр, не өтесіз, не айтасыздар өзі логотерапияда. Логотерапияда кешеден бері айтып жатқан дүниенің бұл бізге қаймағы, иә. Ертең осы дүниені толығымен ашып, теория мен практиканы ұштастырамыз. Теория 20% қана, 80% бізде практикада болады. Түсіндіңіздер ғой. Логотерапияға Майра ханым орын тағы да біз аштық. Жазылам дегендер, ертеңге дейін уақыт бар, өйткені мен сертификатқа тізімді беруім керек. Все, мен ертең сағат 10, таңғы 10:00-де тоқтатамыз, бітті. Одан кейін қабылданбаймыз, болды. Сол үшін түнімен болсын жазып тіркелем дегендер тіркеліңіздер. Сенбіге дейін әлі уақыттарыңыз бар. Бөліп төлеуге мүмкіншілік бар. Рассрочка қарастырылған, бөліп төлеуге мүмкіндік бар бұл жерде. Қорытындылап берсеңіз? Иә, онлайнға қарағанда офлайнның кәдімгідей миға сіңімді болады, иә. Кәдімгідей қолмен ұстап, көзбен көріп, жақындасып, кәдімгідей бірге чайымызды ішіп, араластырып, барлығын көрсетіп жасағанда, біздің мысалға энергиямызды беріп, көрсетіп, барлығын жасағанда кәдімгідей обмен энергия болады, иә. Обмен информация, сосын бар кәдім білім алмасу, бұл жерде тәжірибе жинау, бір күн келіп, осынша сабақты алып кететін болса, білмеймін, мен бұндай сабаққа мен, если новичок болған кезде мен барар едім. Бұл Нұр-Сұлтан қаласында болады. Тіркелген кісілерге біз артынан кейін адрестің барлығын ертеңнен бастап жібереміз шақыру ретінде бұл кісілерге. Бір қуанған жағдайым, Алматы, Қарағанды, Тараз, Шымкент жан-жақтан келе жатқан осы бір күнге бола маған өте қатты қуанды. Яғни ол кісілер түсіндіріп береріміз мол екенін. Нұр-Сұлтан қаласында болады. Ал Майра ханым, сізге рахмет. Қыздар, міне бүгін пайдалы ақпараттар бердік деп ойлаймыз. Алда әлі де береріміз мол. Бағасын айтып жіберейінші. Мамандарға 35 мың теңге, халықаралық деңгейдегі сертификаттар беріледі. Ал ата-ана үшін 25 мың теңге. Енді эфирді сақтап үлгерейік. Осымен эфиріміз аяқталды. Әлі алда талай тікелей эфирлерге шығатын боламыз. Әрине, Алла қаласа. Қайырлы кеш болсын. Жақсы, сау болыңыз. Сіз өшіре салыңыз, мен сақтап үлгерейін. Ал құрметті оқырмандар, эфир пайдалы болды деп ойлаймын сіздерге. Ең бастысы нәтиже осы айтқан дүниені сіздер өздеріңіз електеріңізден өткізіңіздер. Түнімен жоспар құрыңыздар. Прям бүгін есеп беріңіздерші. Бүгін 4-ақ нәрсе ғой. Не істедім? Өзіме қандай пайдалы істедім, қандай пайдасыз жұмыс жасадым. Екінші, кімге жақсылық, кімге жамандық. Жамандық дегеніміз енді минус қой, бірдеңеміз орындалмай қалды деген. Ертеңгі күн сол нәрсені қалдырмауымыз керек. Бірақ пайдалы іске күніге сізде өзіңіз боласыз бірінші очередте әрине, одан кейін балаңызды қойып отыруыңыз керек. Эфир пайдалы болды деп ойлаймын, сақтап үлгерем. Ал логотерапия туралы дайректке шығуларыңызға болады. Сау, сәлеметте болыңыздар.